жаңашыл, шығармашыл, өз маманының шебері Айгүл Қалиматқызының балабақша тарихында өзіндік орны бар. Атап айтсақ, 2014 жылы Қазақстан Республикасының үздік педагог иегері, 2017 жылы Қазақстан Республикасы мектепке дейінгі балалық шақ республикалық орталығының алғыс хатымен марапатталса, 2018 жылы қаланың құрметті ұстазы белгісімен марапатталды. 20 жылдан астам іс тәжірибесінде ұстаздың алған асулары мен жеткен жетістіктері бір төбе. Жанары шәкірттеріне деген махаббатқа толы іскер педагог балаларды оқыту мен тәрбиелеуде заман талабына сай жаңа жабдықталған ақпараттық бөлме кабинеттерін жабдықтап, робототехника үйірмесін ашып жұмыстануда. Қазіргі эксперттердің айтуы бойынша ең инновациялық жоба ол робототехника саласы. Робототехника саласын балаларға балабақша табалдырығынан оқыту, Лего компаниясының Лего роботтарын құрастырып үйрету, балалардың логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіріп, техникалық шығармашылыққа баулу, зерттеушілік біліктіліктерін дамыту педагогтың басты ұстанымы. Ұстаз еңбегі шәкірттермен бағаланатыны белгілі. Айгүл Қалиматқызы бүгінде бүлдіршіндерді қалалық, облыстық, республикалық түрлі сайыстарға қатыстырып, балабақша абыройын жоғары деңгейде қорғап жүрген жеңімпаздарын мақтан тұтады. Дамыған заманмен бірге жас буын өсіп жетілуде. Ендеше инновациялық, индустриалды Қазақстанның болашағы жарқын болатынына сеніміміз мол. Ойы ұшқыр, білімді ұрпақтарымыз көп болғай.